Просто. Ағынтай, бүгін қайда жүрсің? Талас тауында. Талас тауында жүрмін. Не істеп жүрсің? Көкке шығып жүрмін мамаммен. Мамаңның кімдермен? Мамамның коллективімен. Дұрыс. Қалай саған? Ұнап жатыр ма? Иә. Несі ұнады? Бүткілі тау, жартастар ұнады, өзен ұнады. Тағы Сосын таулар ұнады. Көңіл күйің қалай? Күшті. Бүгінгі көкке шыққаныңа қандай әсерің бар? Қуанасың ба, әлде қалай? Қуанып тұрмын. Өскенде кім боласың, Ағынтай? Өскенде альпинист боламын. Альпинист, молодец. Ал енді осындай бір әдемі жерде отырғанда Мұқағали атаң бір өлеңін айтып жіберсейші. Үш бақытымды ма ал деттік. Жоқ. Шешесен бақыттысың ба? Үшіншісін білмеймін. Онда шешесін айта бер, давай. Жоқ, шешен емес. Давай. Үш бақытымның үшіншісін білмеймін, екеуін. Мен көмектесем саған, давай. Өнерлеп. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Оған берер ойымның алтын кенім. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырағы алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай десе кім десем отан дерем. Оты сөнген жалғаннан жан барсың ба, ойланбақ келдағы отал менен. Молодец. Туған жерің қандай сенің? Қарасаз. Алматы облысы. Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылы. Көше? Абай көшесі 39-ші үй. Аты жөнің кім? Нұрлан Ағынтай Нартайұлы. Туған күнің? Туған күнім тамыздың 20-сы. Қай жыл? Жыл? Қай жыл? 2018 жылы. Қай селсің? Алжан. Алжанның ішінде кімсің? Бәйт. Ай, молодец! Мықты. Күшті балым.